Сәлем достар, біз бүгін сіздермен гороховый суп, яғни бұршақ сорпасын дайындайтын боламыз. Горохтың үстіне су құйып, оған лавр жапырағын салып, қатты отта бір қайнағаннан кейін өте жай отта 1 сағат бойы пісіреміз. Сұйық майға пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне томат қосып, тағы да 1-2 минуттай қуырып болғаннан кейін оны сорпамызға саламыз. Жалпы горох сорпасын егер сиырдың немесе тауықтың сорпасын пісірсеңіздер, одан да дәмдірек болары сөзсіз, әрі пайдалы. Мен асыққандықтан тек қана суға істедім. Қуырылған пияз бен сәбізді салып, картопымызды салып, тағы да картоп піскенше 15-20 минуттай жай отта пісіреміз. Дайындалу жолы оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.